Нормальный врачка келесе атын дұрыстап жаттап жүр. В общем, маған айтпай концерт ұйымдастырған бардақ қыламыз сахнаның артына кеттік ал. Кім бар өу? Ән айтып бірден істейін жатырсыз ба сіз? Жоқ, мен хореографпын. Хореограф? Иә. Бір бей үйреттіңізші маған қазір шығайын. Билетті, қайсы қандай билет? Сізде флайерстан ба, скат ба? Концерттің билеті ме? Оны білмеймін мен. Мен жаңа аэропортта істеймін ғой. Ой, рахмет. Маған ба? Қызыма да. Қызыңызға ол сала беріңіз. Маған шығар деп қуанып қалдым ғой. Брат, өшін бет жүріші. Мен шыққан кезде бір айқайлап, поддержка беріп отыршы андай. Жоқ, бейшімін ғой, мен билеген кезде. Самат, жаңа, Владимир ұнады да. Поддержка берді да бір адам да. Бересіге поддержка. Істедіңдер ме? Тәнті олдым. В общем, концертте Салтанат Ая бар екен. Кіріп шығамыз кеттік. Қалайсыз Салтанат Ая апа? Жақсы шүкір, қалай өзің? Сізден бір кешірім сұрап кетейін деп алдында сіз Салтанат Саламат Ая деп қойыппын ғой. Сол мен Саламат деп ойлап жүрмін ғой сосын. Сен Салтанат деп ойлап жүрмін ғой енді. Сізден енді сіз баяғыдан танимын ғой. Андай әндеріңіз тыңдаймын ана. Нормальный врачка келесе атын дұрыстап жаттап жүр. Фанатыңыз ғой, жаңа жерледім, жездемді деген әніңіз. Қандай еді? Иә, дұрыс. Жерледім, жездемді, өрдені, жаман деген. Тастап алмайсың енді фанатым болсаң. Менің атымнан сыйлық сізге. Дентеларттың атынан. Концертке спонсор. Сіңді жу деп тұрсың ғой маған. Жоқ, мынау дейтін зат қандай? Алдында что-то не то сезіп қалдым ғой аузымда. Неге именно не? Мынау дентеларттық қандай денсаулық үшін ғой, бәрі денсаулық үшін алып қойық деген сияқты ғой, мынау дейтін типа. Алып қояғың бар ма енді? Табиғи. Ренжі жоқ қада? Спасибо.